Сәлем, бүгін сіздермен осындай шоколадты ерекше кек жасаймыз. Жасалу жолы оңай, миксердің қажеті жоқ, сондықтан соңына дейін менімен бірге болыңыз. Ең алдымен 200 грамм сары майды орташа отта ерітіп аламыз. Еріген соң 300 грамм шоколад саламыз. Шоколады ерігенше араластырып тұрамыз. Толыққанды барлығы біркелкі еріген соң отты өшіріп, шоколадты массаның суығанын күтеміз. Жұмыртқа піспейтіндей температураға жеткенде, яғни массамыз жылыдан сәл ыстығырақ қалыпта болып тұр. Осыған 5 дана жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Ұнға 1 шай қасық қопсызғышты салып араластырамыз, оны сұйық массаға қосамыз. Және осы кезде қант, шым-шым тұзды қосып араластырамыз. Мен қант қоспадым, мен үшін шоколадтың тәттілігі жетеді. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, 70-100 грамм қант қосасыз. Ыңғайлы болуы үшін бір реттік қап қолданамын. Егер болмаса, қасықтың немесе ожаудың көмегімен құйсаңыз болады. Кекске арналған арнайы ыдысым болмаған соң, осында сақиналы формаға жасаймын. Асты жабыспау үшін пергамент қағазын қолдандым, және сұйықтығы ағып кетпеу үшін сыртынан фольгамен орадым. Дайындап алған сұйықтықты формаларға құямыз және ортасына салмасын саламыз. Салмасына мен арахис пастасын қолдандым. Үйде бар вареный сгущенка немесе варенье қолдансаңыздар да болады. Үстінен тағы сұйық массамызды құямыз. Форманы толтырып құймаңыз, жартысына дейін құйсаңыз жеткілікті. Өйткені 2 есе болып көтеріледі, соны ескереміз. Рецепт бойынша кексті алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минутта пісіреміз. Ал мен ұзағырақ ұстадым, яғни 25 минутқа қойдым. Егер сіз осылай мен пісіргенде құрғақ болғанын қаласаңыз, 25 минутқа қойыңыз, ал кішкене ылғалды болғанын қаласаңыз, 10 минутқа қойыңыз. Яғни рецепт бойынша кекс ылғалды болып пісуі керек. Тәттілігі де, дәмі де өте керемет болып пісті. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.